Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді торттардың бірі сникерс тортын дайындайтын боламыз. Торттың ортасында карамелін де өзіміз жасаймыз, және де ортасына шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Бұл торт өте дәмді болып шығады, және де жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біз ең бірінші бисквитін дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды саламыз, үстіне қант қосамыз. Осы екі қоспамызды миксеріміздің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Қол миксерінде қолдана беруге болады. Кез келген өзіңізде бар миксерді жасасаңыздар болады. Қараңыздар, міне бізде жұмыртқамыз бен қантымыз ағарып көпіргенге дейін араластырамыз. Одан кейін үстіне сүтімізді құямыз, күнбағыс майын және де бөлме температурасындағы тұрған сары майды саламыз. Сары майларыңыз міндетті түрде бөлме температурасында болсын. Осы қоспаларымыздың барлығын қайтадан миксеріміздің көмегімен біріккенге дейін жақсылап араластыратын боламыз. Бізде ол қоспаларымыз араласқанша құрақ қоспаларын дайындаймыз. Ол үшін құрақ ұнымызды, үстіне какаомыз саламыз. Міндетті түрде електен барлығын алдын ала өткізіп алыңыздар. Және де үстіне біз қопсытқыш, яғни разрыхителімізді саламыз. Осы қоспаларымыздың барлығын жақсылап тұрып біріккенге дейін қасықтың немесе шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Енді біз осы құрақ қоспамызды екі бөлікке бөліп, ыдысымызға салу керек болады. Миксермен араласып жатқан, мен шамамен осылайынан бірінші салып алдым жарты бөлігін, араластырып аламыз. Бізде осы қоспамыз толықтай араласқаннан кейін, одан кейін қалған екінші бөлігін осылайынан салып аламыз. Барлық қоспамыз жақсылап бірігіп араласқанға дейін миксеріміздің көмегімен араластырып аламыз. Бізде сұйықтығымыз толықтай араласып болды. Енді қазір біз ең соңында осында яблочный уксус қосамыз, яғни алмалы уксус. Бұны міндетті түрде қосу керек. Сол кезде бізде коржымыз влажный болып, күшті болып піседі. Уксус қосқаннан кейін көп араластырмаймыз, кішкене ғана араластырамыз. Міне бізде осындай сұйықтық пайда болуы керек. Енді қазір бисквитімізді пісіруге кірісеміз. Мендегі форма диаметр 20 см. Сонда бізде тортымыз биік болып піседі. Немесе сіздер 22 см-де қолдансаңыздар болады. Осыдан мен екі кольцоға салып алдым. Қазір алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 35 минуттай пісіремін. Сіздің өздеріңіздің духовкаңыздың қуатына байланысты. Оған дейін біз қазір карамель дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға осы қантымызды саламыз. Осыдан міндетті түрде араластырып тұрамыз. Сол кезде бізде қантымыздың ери бастағандығын көруге болады. Қантты біз орташа отта ерітеміз. Максималды отты қолданбаңыздар, сіздің қанттарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін орташа отта жасаймыз. Үстіне міне тұз қостым. Қазір қайтадан араластырып аламын. Келесі кезекте сары майды саламын. Сары майды салғанда бізде кішкене карамеліміз, қантымыз көтеріліп бұрқылдауы мүмкін. Осыны қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Майымыз толықтай еріді дегеннен кейін барып біз үстіне сливки құятын боламыз. Бізде карамель өте оңай және тез жасалады. Көп уақыт керек емес. Плитаның жанында тұрып 5-6 минутта ғана карамель дайындап алуға болады. Сливки құйғаннан кейін қоюланғанша міне осылай араластырып тұрамыз. Біздің міне карамеліміз дайын болып қалды. Енді қазір осы карамелімізді біз басқа құрақ ыдысымызға құйып аламыз. Міне осындай түсте өте дәмді карамель болып шығады. Міндетті түрде осылай карамельді басқа да торттарға қолдансаңыздар болады. Бізде оған дейін бисквитіміз де пісіп қалды. Бисквитті осылайынан суытуға қойып қоямыз, формасынан алмаймыз. Осылайынан формасында суу керек өзі міндетті түрде жақсылап. Оған дейін біз қазір кремін жасауға кірісетін боламыз. Менде кремге сливки құямын ең бірінші. Одан кейін үстіне творожный сыр саламыз. Қантымызды қосамыз. Енді осы үш қоспамызды жақсылап бізге араластыру керек болады. Ең бірінші араластырмас бұрын біз төменгі жылдамдықтан бастап араластыруымыз керек. Сонда біздің креміміз ірімей, жақсылап жақсы болып шығады. Сондықтан төменгі жылдамдықтан бастап жылдамдығын бірте-бірте көбейту керек. Біздің креміміз қараңыздар дайын болды. Мен қысқаша ғана түсірдім сіздерге видеоны. Осында міне қоп қою болады. Қазір сіздерге лопаткамен алып та көрсетейін қандай қоюлықта болғанын. Міне бізде креміміз осындай қоюлықта болуы керек. Енді осы дайын кремнен 150 грамм кремді жеке бөліп аламын. Ол бізге шоколадты ганашқа керек болады. 150 граммын жеке алып аламын. Және де осыған мен ерітілген шоколад құятын боламын. Шоколадты мен плитада 70 грамм шоколад ерітіп алдым. Міндетті түрде орташа жылдамдықта ерітіңіздер, әйтпесе шоколадтарыңыз іріп кетуі мүмкін. Енді ерітіп алған шоколадты осы 150 грамм кремге қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл маған торттың арасына қосуға арналған шоколадты ганаш болады. Ал қалған кремді біз торттың басқа бөліктеріне толықтай жағуға алып қалдым. Міне біздің шоколадты ганашымызды дайын болды.
Енді біз кремді қолданамын дегенге дейін міндетті түрде салқын жерге қойып қоямыз. Бізге оған дейін бисквитіміз де салқындады. Қазір астыңғы бөлігіндегі фольганың барлығын алып тастаймын. Міндетті түрде пышақпен осылай шеттерін босатып, осылай бисквитімізді решеткаға төменге аударып түсіріп аламыз. Решетканы қолдану өте ыңғайлы болады. Қараңыздар, бисквит дайын болды. Қазір ортасын кесіп, шеттерін кесіп барлық жерлерін көрсетеміз сіздерге. Бисквиттің жоғарғы осындай шапочка бөлігін алып тастайсыздар, тегіс емес жерін. Және де осылай екі бисквитті ортасынан теңдеп пышақпен бөліп аламын. Пышақпен бөлгенде осындай ара сияқты пышақ қолдансаңыздар, нан кесуге арналған арнайы пышақ қолдансаңыздар өте ыңғайлы және тез кесіп алуға болады. Осылайынан ортасынан бөліп бисквитімді дайындап алдым. Бисквитіміз міне дайын болды. Бисквит өте жұмсақ болып шығады. Қазір сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, осындай жұмсақ және де влажный болып шығады. Міндетті түрде осы бисквитпен басқа торттар жасасаңыздар да болады. Енді торт жинауға кірісеміз. Ең бірінші астыңғы бөлігіне бисквитті қойып, одан кейін крем жағамыз. Кремді осылай тегістеп алдық. Қазір қайтадан келесі екінші бисквитті салам, одан кейін кремді жағамын да осының ортаңғы бөлігіне міне шоколадты ганашты жағып жібердім. Қазір осыны біз қасықпен тегістеп шығамыз. Толықтай тегістеп алыңыздар. Одан кейін келесі бөлікке біз бисквитті қойдық. Одан кейін шеткі жақ бөлігіне кремдерді жақтым. Кремнен кішкене бортиктер жасадым. Көріп тұрғаныздар, сәл биіктеу, ортаңғы жақ сәл төмендеу. Осы ортаңғы бөлігіне мен карамельді құйдым. Карамельден кейін үстіне арахис септім. Бірақ видеоға толықтай түспей қалыпты. Бірақ та міндетті түрде ұмытпай, арахисті осы карамельден кейін саласыздар. Одан кейін үстіне ең соңғы қалған бисквитті жауып қоясыздар. Одан кейін шамамен бір сағаттай салқын жерге қойып қойдым. Осылайынан кольцодан ақырын босатып аламыз. Тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін мен шоколадымды ерітіп алдым. Үстіне күнбағыс майын құйып, арахис қосып, осылайынан мен торттың сыртына құйып жатырмын. Қасықтың көмегімен солай жетпеген жерлерін жеткізіп жібереміз. Сыртқы жақ бөліктеріне барлығына толықтай міне шоколадты жағып шықтым. Енді біздің шоколадымыз қатпас бұрын үстін әсемдеп алу керек. Осылайынан мен снекер шоколадын және киви қолданып ортаңғы бөлігін ғана әсемдеп алдым. Біздің тортымыз дайын. Сәл бір 30 минуттай салқындатып аламыз шоколадымыз қатқанға дейін. Одан кейін кесіп дастарханға ұсына берсек болады. Қазір сіздермен бірге кесіп көреміз. Қыздар, бұл торт дегенде өте дәмді болып шығады. Карамельдің қолдан жасадық. Ортасында шоколадты ганашы бар. Бір-бірімен өте қатты үйлесімді, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дастархандардың сәнін келтіретініне сенімдімін. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.